Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында өріктен дәмді табиғи шырын дайындайтын боламын. Видеоның басынан аяғына дейін тамашалаңыздар. Алдымен банкаларымызды булап аламыз. Мен осылай мантаваркаге 10 минуттай булап алдым. Сонымен қатар қақпақтарында ыстық суға 5 минут қайнатып алатын боламыз. Ары қарай өріктерімізді жақсылап тазалап жуып алған соң ортасындағы сүйектерден тазартып аламыз. Бұл сокты даярлау үшін езілген өріктерде жарай береді. Барлық өріктерімізді ортасындағы сүйектерден толықтай ажыратып алған соң осылай блендерменен езетін боламыз. Егер де сіздерде блендер болмай жатқан болса, үйдегі ет тартқыштан тартып алсаңыздар болады. Міне осылай барлығын майда қылып біркелкі тегіс қылып езіп алатын боламыз. Осылай жақсылап араластырып аламыз да бұл өрік шырынымыздың үстіне су құятын боламыз. 6 килограмм таза езіліп алған өріктің үстіне 11 литр су құямыз. Су көп болмайды, шырынымыз қайнаған соң қоюлана түседі, сондықтан су көп болмайды. Енді осы судың құйып алған соң біркелкі қылып араластырып аламыз. Ары қарай өріктің шырынын ситадан өткізетін боламыз. Құрметті көрермен, бұл жерде жасалу процесі кішкене ұзақтау болады. Егер сіз сүзгіштен өткізгіңіз келмесе, олай да істей берсеңіз болады. Бірақ мен сізге сүзгіштен өткізіп барып жасауға кеңес беремін. Өйткені қанша жерден өрігімізді езіп алсақ та, бәрібір өріктердің тамыры қалатын болады. Егер сіз шырынның ішінде өріктің тамырлары жүргенін қаламасаңыз, міндетті түрде осылай сүзгіштен өткізіп барып жасаңыздар. Міне осылай барлық шырынымызды сүзгіштен өткізіп алған соң, осылай біркелкі масса болушын жақсылап араластырамыз. Осы массаға мен 1 килограмм қант қостым. Егер сіз тәттіні жақсы көретін болсаңыз, 1 кило 100 немесе 200 грамм қоссаңыздар жеткілікті. Енді осыны жақсылап бір араластыратын боламыз. Достар, мына өріктің қабығын тастамаңыздар, үстіне қант немесе варенье қосып, пирог жасасаңыздар болады. Міне енді шырынымызды осылай отқа қоямыз. Отта бір бұрқ етіп қайнаған кезде жақсылап бір араластырып жіберіп аламыз да, сосын кейін барып көбіктерінен жақсылап тазартып алатын боламыз. Құрметті достар, каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайктарыңызбен басып, каналдың дамуына қолдау білдіріп қойыңыздар. Міне достар, өстіп бір қайнағаннан кейін тағы да шетінде көбіктер қалса, осылай ақырындап қасықтың көмегімен тазартып аласыздар. Міне достар, осымен біздің шырынымыз толықтай дайын. Енді осы шырынымызды дайындап алған банкілерімізге құйып жаба берсек болады. Осы жасаған рецептіммен 11 литр шырын шықты. Бұл жасаған шырын қатты сұйықта немесе қоюда болып кеткен жоқ. Өте жақсы шықты. Қанша литр су, қанша килограмм қант, қанша килограмм өрік кеткенін толықтай описанияға жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап көріп алсаңыздар болады. Барлық банкілерімізді осылай толықтай шырынын құйып алған соң, арнайы қақпақ жапқышпен жауып алатын боламыз. Құрметті көрермен, ары қарай барлық қақпақтарымызды жауып алған соң, арнайы тегіс жерге банкілерімізді төңкеріп, жылылап бетін жауып, бір күнге қойып алсаңыздар болады. Одан кейін қыстық банкілеріңізді қайда сақтайсыздар, сол жерге қоюға болады. Біздің қысқа сақтауға арналған өте дәмді, ең бастысы 100% табиғи таза өрік шырынымыз осымен дайын достар. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Егер де сізге видео рецепт ұнаған болса, және де пайдалы болған болса, подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Әрі лайк басып, қолдау білдіріп, комментарияға пікір жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айгүл Қалиқызы, келесі жаңа видеомда кездескенше сау саламатта болыңыздар.